Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар. Сіздермен онлайн уақытында Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәні мұғалімі Жайырбаева Ыршан Саудолдақызы. Құрметті оқушылар, табиғаттың тылсым, таңғажайып оқиғаларына үңіле отырып, бүгін тағы да бір сабағымызды осыған табиғаттың таңғажайыптарына, жұмбақтарына, тылсым сырларына арнамақпыз. Олай болатын болса, құрметті оқушылар, сабағымызға сәттілік тілеп, сабағымызды бастайық. Сіздердің алдарыңызда тірі ағзалардың суреттері берілген. Осы ағзаларды қандай ұқсас қасиеттер негізінде топтастыруға болады? Жіктеудің бірнеше түрін ұсынуларыңызға болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Яғни, міне біздің алдымыздағы ағзаларымыз төмендегідей: саңырауқұлақ, паразитті өсімдіктер, вирустар, бір жасушалы жануарлар, көп жасушалы жануарлар, сүтқоректілер, құстар, бактериялар, гүлді өсімдіктердің өкілдері, бактериялар, паразитті өсімдіктер, сүтқоректі, яғни жыртқыш аңдар, паразит құрттар, сонымен қатар ішекқуыстылар типінің өкілдері берілген. Тірі ағзаларды қандай белгілер негізінде топқа біріктірдіңіздер? Топта осы мәселені талдауға 2 минут уақыт беремін. Іске сәт, құрметті оқушылар. Өте жақсы оқушылар, яғни өздеріңіз айтқандай, барлық тірі ағзаларды прокариоттар және эукариоттар деп жіктейді екенбіз. Кәне оқушылар, бұл қандай қасиетіне байланысты? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл яғни ядраның болу болмауына, немесе осы ядраның дұрыс жетілмеуіне байланысты. Яғни прокариот дегеніміз, про деген сөздің өзі ядраға дейінгі ағзалар болса, эукариот дегеніміз ядралары өте жақсы жетілген, яғни қос жарғақшалы ядрашағы бар, сонымен қатар кариоплазмасы дұрыс жетілген ағзалар эукариот ағзаларға жатады. Олай болатын болса, прокариот ағзаларға бактерияларды, эукариот ағзаларға саңырауқұлақтарды, жануарларды және өсімдіктерді жатқызамыз. Бұл жіктеуіміз өте дұрыс, құрметті оқушылар. Келесі жіктеуге назар аударайық, яғни ағзалар тағы да жасушаның санына байланысты бір жасушалы және көп жасушалы болып бөлінеді. Жақсы. Келесі, құрметті оқушылар, назар аударамыз, яғни ағзалар енді қоректену типіне байланысты гетеротрофты, автотрофты және гетеротрофты болып тағы да үлкен 2 топтан тұрады. Авто деген сөздің өзіне назар аударатын болсақ, яғни өзім, трофизм, яғни тамақты өзім тауып жеймін деген мағынаны беретін болса, гетеротрофты деген ұғымның өзі әртүрлі қоректік заттар. Яғни автотрофты ағзаларға өсімдіктер жататын болса, гетеротрофты ағзаларға жануарлар жатады. Яғни, құрметті оқушылар, енді өздеріңіз көріп отырғандай, гетеротрофты ағзалардың өзін біз бірнеше топтарға бөлеміз. Олар сапрофиттер, олар паразиттер, сонымен қатар галазойлы қоректену. Яғни, енді паразитті дегеніміз түсінікті. Өздеріңіз көріп отырғандай, яғни паразитті саңырауқұлақ, діңқұлақ саңырауқұлағы, паразитті жалпақ құрттардың өкілдері, бұлардың барлығы паразитті жолдармен қоректенеді. Ал енді сапрофитті қоректену дегеннің өзі, ол шірінді органикалық заттар, яғни шіріп біткен органикалық заттар мен қоректенетін. Бұған мысал ретінде кейбір бактерияларды алуымызға болады, сонымен қатар кейбір саңырауқұлақтардың қоректену типі сапрофитті болып табылады. Ал енді галазойлы қоректену тип дегеніміз, оқушылар, яғни бұлар галазойлы қоректенудің өзі бірнеше сатыдан тұрады екен. Бұл қоректік затты, яғни ауыз қуысына апару, ауыз қуысында механикалық және химиялық өңдеулерден өткізу, одан кейін оны толық ас қорыту мүшелерінде қорыту, астың сіңірілуі, яғни қанға сіңуі осы галазойлы қоректенудің сатылары. Жақсы, құрметті оқушылар. Яғни сонымен қатар өздеріңіз ұсынып отырған, яғни ағзалардың келесі бір жіктелу типі, ол өзіміз үйренген 5 патшалықтар бойынша: вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, сонымен қатар жануарлар. Яғни біздің тірі ағзаларды жіктегеніміз өте дұрыс болды. Енді, құрметті оқушылар, олай болатын болса, біз бүгін
нені қарастырамыз? Өздеріңіз суретке назар аударып қараңыздаршы. Жануарлар, саңыраулақтар, өсімдіктер, жануарлардың омыртқалы, омыртқасыз түрлері берілген, иә? Олай болатын болса, құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз тірі ағзалардың көп түрлілігі. Дәптерімізді аламыз да бүгінгі күнді, сонымен қатар бүгінгі тақырыпты жазамыз. Енді құрметті оқушылар, сіздерге жеміс бағының стратегиясын ұсынамын. Егер де сіздер осы тақырып бойынша қандай да бір сұрақ төңірегінде сіздерде қандай да бір күдік немесе күмән болатын болса, алдарыңыздағы стикерді алып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды, не білгілеріңіз келеді бүгінгі сабақ бойынша, соны лимон ағашына жазамыз да, ал енді осы сабақ бойынша не білдік, соны алма ағашына жазып белгілейміз. Жақсы балалар, олай болатын болса, біз сіздермен сабағымыздың мақсатын анықтадық. Сабағымыздың мақсаты тірі ағзаларды белгілі бір патшалық деңгейінде анықтау, сонымен қатар тірі ағзалардың әртүрлі таксономикалық топтарын салыстыру, сонымен қатар филогенетикалық карталарды құру. Филогенез дегеніміз не? Яғни тірі ағзалардың филогенетикалық карталарын қандай принциптер бойынша құрамыз? Біз бүгін сабағымызда осындай мақсаттарды көздейміз. Бүгін сабағымыздағы әдістер зерттеу әдістерін қолданамыз, топтық жұмыстар жасаймыз, сонымен қатар өздік жұмыстар жасап, өзіміздің білімімізді тексереміз. Құрметті оқушылар, бір ескере кететін жайт, өздеріңізге арналған жаднамаға назар аударайық. Яғни, егер де сіздер мұғалімнің таратқан ақпаратын қолдану керек болса, мынандай белгіге назар аударамыз. Қандай да бір ақпарат бойынша жаңадан көзқарас қалыптастыру керек болатын болса, алдарыңыздағы белгі. Яғни топтық жұмыстар жасаймыз дедік. Осы топтық жұмыста топ ережесін ұстану, өз ойларымызбен бөлісу керек болатын болса, белгіленген белгіге назар аударамыз. Топтағы талданған тапсырманың ең негізгісін белгілеп алу, сонымен қатар топтағы талданған тақырыпқа басқа көзқарас қалыптастыру. Олай болатын болса, осы белгілерді есімізге сақтап жұмысымызды бастайық. Яғни бүгінгі біздің сабағымызға арналған тақырыптық биологиялық ұғымдар төмендегідей: эукариот, прокариот, бір жасушалы, көп жасушалы, таксон, таксондық жіктеу, домен, тип, класс, қатар, тұқымдас, туыс, түр, бинарлы немесе қосарланған номенклатура, филогенетикалық ағаш және кладограмма. Бұл ұғымдардың барлығын біз сөздік жұмысымызға жазып аламыз. Енді құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымызға қажетті диалогтар. X неліктен Y-ге жатады? X ағза Y патшалыққа жатады, оның себебі. X ағза Y қасиеттеріне ие, бұл оның Z патшалығына жататындығын білдіреді. X Y бола алмайды, өйткені онда Z бар немесе жоқ. Z дегеніміз балалар тірі ағзаларға тән белгілі бір белгілер. X тірі табиғат патшалығындағы ағзалардың барлығында бар. X қандай патшалыққа жатады? Яғни біз сіздермен осы диалогты пайдалана отырып, бүгін филогенетикалық қатар құрастырамыз. Енді құрметті оқушылар, қалыптастырушы бағаларға арналған тапсырмаларға назар аударамыз. Нөмір 1-ші тапсырма төмендегідей: әр топ таңдап алған тірі ағзалар патшалығына ауызша сипаттама береді. Яғни төмендегідей 5 патшалық өкілі берілген. Осы патшалықтарға біз сипаттама береміз. Яғни олардың құрылыс ерекшеліктері, олардың биологиялық ерекшеліктері, яғни тіршілік әрекеттері, көбеюі, қоректенуі, тыныс алуы, осындай сұрақтар бойынша ауызша жауапқа дайындалып отырамыз. Екінші тапсырмамыз: берілген таксондық бірліктерді ең кішісінен бастап орналастырып, ұғымдардың ағылшынша сәйкесін анықтаңыз. Яғни сіздерге төмендегідей таксондық бірліктер берілген. Таксондық бірліктеріміз: тип, түр, туыс, тұқымдас, класс, отряд, патшалық. Енді осы ұғымдардың барлығының қатарында ағылшынша баламалар берілген.
family, class, genus, kingdom, species. Яғни осы ұғымдардың сәйкестігін анықтаймыз. Енді құрметті оқушылар, бұл тапсырманы орындамас бұрын біз ең бірінші бұл тапсырмалар өздеріңіз көріп отырғандай қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар. Енді бұл тапсырманы құру негізінде бұл ұстаздарға арналған ақпарат, сондықтан да назар аударамыз. Біз ең бірінші оқу мақсатын таңдап аламыз бағдарламадан. Одан кейін жетістік критерийларын анықтаймыз. Дағды және тапсырманы одан кейін барып жасаймыз. Яғни алдарымыздағы жетістік критерийіне назар аударайық. Жаңа өзіміз айтып кеткендей, жоғарыда оқу бағдарламасына сілтеме. Бұл бізде тірі ағзалардың көп түрлілігі, құрылымы және қызметтері. Бұл жерде қолданылатын дағдылар қолдану, анализ және синтез. Немесе бұл дағдыларды басқаша екінші топ дағдылары деп атаймыз. Оқу бағдарламасында берілген оқу мақсаттары әртүрлі таксономиялық топтардағы ағзаларды салыстыру. Енді жаңа тапсырмамызды біз бағалау бойынша ұсыныс графасына жазамыз да, жетістік критерий, яғни оқушы мақсатқа жетті. Қандай жағдайда, егерде оқушы Карл Линнейдің биноминалды номенклатурасы туралы білімдерін осы тапсырманы орындау барысында дұрыс қолданса, әртүрлі таксономикалық топтар арасындағы байланыстарды дұрыс анықтаса, салыстырса және сараптаса, оқушы мақсатқа жеткен болып есептелінеді. Олай болатын болса, іске сәт балалар. Жақсы балалар, тапсырманы дұрыс орындадық. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Карл Линней, яғни швед ғалымы, жүйелеудің негізін ең алғаш ғылымға негізін қалаған швед ғалымы Карл Линней ең бірінші тірі ағзаларды жүйелеуде екі түрлі патшалық ұсынды. Ол патшалықтар өзіміз көріп отырған өсімдіктер патшалығы мен жануарлар патшалығы болды. Алайда тірі ағзаларды өсімдіктер мен жануарлар деп жіктегенде, барлық жасушалы ағзалардың прокариот және эукариот деп жіктелген табиғи топтар туралы ешқандай ақпарат айтылмады. Бұл топтар арасында фундаменталды айырмашылықтар бар. Қандай айырмашылықтар еді, құрметті оқушылар? Қане есімізге түсірейікші? Дұрыс айтасыңдар балалар. Прокариоттарға бактериялар жататын болса, эукариот ағзалар, олар ядролары өте жақсы жетілген ағзалар. Оларға саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар жатады. Енді құрметті оқушылар, осы ағзаларды сонымен қатар жаңағы өсімдік және жануар деп бөлу белгілі қиындықтарды тудырды. Мысалы үшін өздеріңіз көріп отырған ағзалар саңырауқұлақтар, мысалы үшін саңырауқұлақтар гетеротрофты, бірақ олар қозғалмайды. Оларды тірі ағзалардың қандай тобына жатқызуға болады? Бұл сұраққа 1982 жылы Маргелис пен Шварц жасаған 5 патшалықтан тұратын жүйе ұсыну арқылы жауап берді. Яғни, осы жүйеге сай қазіргі таңда біз сіздермен тірі ағзалардың 5 патшалығын қарастырамыз. Ол прокариоттар, протактистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар. Прокариот ағзаларға өзіміз айтып кеткен, яғни ядросы дұрыс жетілмеген немесе ядролық заты, ДНК-сы бүкіл цитоплазманың бойына шашырап орналасқан прокариоттар жататын болса, протактистерге бір жасушалы, яғни төменгі саттағы саңырауқұлақ, төменгі саттағы жануарлар және төменгі саттағы, яғни балдырлар, өсімдіктер жатады. Саңырауқұлақтар өздері бір патшалықты құрайтын болса, жоғары саттағы, яғни тұқымды және споралы өсімдіктер бір патшалықты және жануарлар, көп жасушалы жануарлар келесі патшалықты, яғни 5-ші патшалықты құрайды. Бұл жүйе кең таралып, өзінің қолдауын тауып отыр. Себебі қазіргі кезде ғалымдар осы жүйені пайдалануды ұсынады. Яғни біздің елімізде, құрметті оқушылар, осы Қазақстан бағдарламасында да осындай жүйелеу белгіленген. Енді, құрметті оқушылар, қалай ойлаймыз? Вирустар ағзалардың қай тобын құрайды?
Олардың мөлшері кішкентай, өзіміз көріп отырғандай, құрылысы жасушасыз, көбеюге қабілетсіз. Олай болатын болса, барлық ұсақ ағзаларды табиғи таксондық бірліктер құрмаса да микроағзалар деп атайды. Бұл медицина қызметкерлеріне, сонымен қатар биологтарға, яғни осы ағзаларды жеңіл топтастыруға көмегін тигізеді. Яғни кейбір вирустарды, сонымен қатар бактерияларды, сонымен қатар кейбір саңырауқұлақтарды біз микроағзаларға жатқызады екенбіз. Енді осындай жаңағы тірі ағзалардың тірі табиғатта түрлері өте көп дедік. Қазіргі кезде 2 миллионға жуық жануарлардың түрі, 250 мыңға жуық гүлді өсімдіктер түрі, 100 мыңға жуық саңырауқұлақтардың түрі бар. Енді құрметті оқушылар, осыларды қандай да бір топтарға топтастыру үшін немесе жүйелеу үшін қандай жүйені пайдалануымыз мүмкін? Дұрыс айтамыз, балалар. Ол ең алғаш Карл Линней ұсынған Карл Линнейдің биноминальды номенклатурасы. Биологиялық номенклатура швед жаратылыстанушысы Карл Линней ғылымға енгізген биноминальды жүйеге негізделген. Өз заманында ғалым өсімдіктердің 8000, жануарлардың 4000 түрін сипаттаған. Яғни жүйелеу қандай да бір заттарды ортақ белгілеріне байланысты топтарға бөлу. Жүйелеудің қағидаларына, әдістеріне және ережелеріне арналған ғылым бөлімі таксономия деп аталады. Яғни сондықтан да біз сіздермен пайдаланатын бірліктер таксондық бірліктер болып табылады. Енді биноминальды номенклатураны қалай пайдаланамыз? Соған назар аударайық. Биноминальды номенклатурада ағзаны атау үшін қосарланған латын атауы қолданылады. Туыстық және тұр атауы. Қосарлану деп аталу себебі, яғни туыстық атау мен түр атауы бірге берілген. Туыстық атауы бас әріптен, түр атауы кіші әріппен жазылады. Туыс пен түрдің латынша атаулары курсивпен жазылады. Егер жай шрифт қолданылатын жағдайда, осы атаулардың асты сызылады. Мысалы үшін адам, Homo sapiens. Homo дегеніміз туыстың атауы адам болатын болса, sapiens дегеніміз адамның саналы адамдарға жататын түрін көрсетеді. Латынша атауын кейбір жағдайларда қысқартып та жазады. Homo sapiens. Енді құрметті оқушылар, сіздерге 3-ші тапсырманы назарларыңызға ұсынамыз. Яғни адамның тірі ағзалар жүйесіндегі орнын анықтауымыз керек. Ол үшін ол қандай тип, қандай патшалық, тип тармағы. Яғни бұл жерде таксондық бірліктердің өздері шашыраңқы болып орналасқан. Енді біз осы бірінші тапсырма таксондық бірліктердің дұрыс ретін анықтауымыз керек. Сонымен қатар адамның осы жануарлар әлеміндегі орнын анықтауымыз шарт. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ең бірінші адам жануарлар патшалығына жатады. Класс тармағы көп жасушалылар. Тип тармағы желілілер. Тип желілілер. Тип тармағы омыртқалылар. Класс сүтқоректілер классына жатады. Класс тармағы ұрық жолдастылар. Отряд маймылдар. Отряд тармағы адам тектес маймылдар. Тұқымдасы гоминидтер, тұқымдас. Туысы адам. Түрі саналы адам. Өте дұрыс. Енді құрметті оқушылар, егерде біз жаңағы тапсырманы толық орындап болатын болсақ, жетістік критерийіне назар аударамыз. Егерде адамның тірі ағзалар жүйесіндегі орнын таксондық бірліктерге сай анықтап, салыстырып сараптасақ, біз сіздермен мақсатқа жеттік. Өте жақсы. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңда ғылымға Америка құрама штаттарының биологтары қолданатын 6 патшалық және Карл Везенің 3 домендік жіктеуі белгілі. Ол, яғни Карл Везенің 3 домендік жіктеуі бактериялар, археобактериялар және эукариоттар болатын болса, Америка құрама штаттарының ғалымдары белгілеп отырған
Бүгінгі таңдағы 6 патшалық ол бактериялар, архейлер, протистер, өсімдіктер, саңырауқұлақтар және жануарлар. Өздеріңіз көріп отырғандай, яғни архей, бактериялар, протистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар. Бұл ұғымдарды балалар, яғни бұл патшалықтарды дәптерімізге жазып қоямыз. Енді құрметті оқушылар, өздеріңіздің назарларыңызға осы жаңағы Америка құрама штаттары ұсынған 6 патшалықтың өкілдеріне тән негізгі белгілер, немесе осы белгілердің салыстырмалы сипаттамасы. Бактериялардың өкілі, архебактериялар, протистер, өзіміз айтып кеткендей, бір жасушалы ағзалар, яғни кірпікшелі кебісше, өсімдіктердің өкілдері, саңырауқұлақтар, жануарлар берілген. Енді осы берілген ағзаларға қандай белгілер сәйкес келеді, яғни оларда жасуша, жасушасындағы ядра, митохондрия, хлоропласттар, жасуша қабырғасының болмауы, сонымен қатар ДНК-сындағы, яғни көбею үрдістері қандай жүреді, рекомбинация процестері қалай жүреді, қоректену типтері қандай, қозғалысы қандай, қозғалыс аппараттары қандай, бактерияларда, протистерде, өсімдіктерде, немесе біз оларды қозғалыс аппараттарын қозғалыс құрылымдары деп атаған болатығымыз, мысалы үшін назар аударыңдаршы, бактерияларда флагелла дейді, флагелла немесе флагелла, сонымен қатар оларда пили болатын. Ал енді архебактерияларға да осы флагелланың, яғни талшықтардың түрлері тән екен. Ал енді протистерде, өсімдіктерде, саңырауқұлақтарда бұндай жүйені біз 9+2 деп атаймыз. Яғни бұл дегеніміз 9+ жүйесі, яғни құрылымдық органоидтар болып табылады. Сонымен қатар мына жердегі келесі қасиеттері берілген. Енді құрметті оқушылар, осы қасиеттерін бір-бірімен салыстырып, яғни осы тірі ағзалардың эволюциялық даму барысы қандай деңгейде тұр, осы көзқараспен біз оларды салыстыра аламыз. Тағы да осы қарастырған материалдарымызды мына кесте арқылы тағы да бір рет шолып қорытынды жасап өтейік. Яғни Карл Линней ұсынған ең алғашқы 2 патшалық, өсімдік және жануар патшалығы, өзімізге кең таралған 5 патшалық жүйе, монералар, протистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар, сонымен қатар 6 патшалық жүйесі американдық ғалымдардың пайдаланатын бактериялар, архебактериялар, протистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар және 3 домендік жүйе бойынша, яғни бактериялар, архебактериялар және эукариоттар. Олай болатын болса, құрметті оқушылар, қазір біз сіздермен видео материалға назар аударайық.
Құрметті оқушылар, келесі 4-ші тапсырмамызға назар аударайық. Омыртқасыздар бірнеше топтарға жіктелген. Түзу сызықпен әр топты өз сипаттамасымен байланыстырыңыз. Яғни бұл жерде берілген бұлтық құрттар, бунақ денелілер, ұлулар, қырқаяқтар және жұмыр құрттар. Жетістік критерийіне назар аударамыз. Яғни алған теориялық білімді қолдана отырып, омыртқасыз жануарлардың топтары мен сипат арасында сәйкестікті анықтасақ, омыртқасыз жануарлардың негізгі топтарының құрылыс ерекшеліктерін салыстырмалы түрде сипаттасақ, біз мақсатқа жеттік. Жаңа біз омыртқасыз жануарлар таңдап алдық, иә? Енді балалар, осы алдарыңызда тұрған ылғалды препараттардың арасынан бірінші топ, яғни омыртқалылар деген топ, тек қана омыртқалы жануарлар таңдап аламыз. Екінші топ омыртқасыздар тобы, яғни біз тек қана омыртқасыз жануарларды таңдап аламыз. So you're looking now at different types of organisms. Which ones do you have there? What do they have? Okay, what do they have all in common? What do you think? They have in common bones, four bones, and backbones. All right. Okay. And how about you? Which ones do you have? We chose invertebrates. Okay. And can you tell me one characteristic that they all share? They don't have backbones, and they are small and slow. All right. Okay. Now you're gonna choose one, right? That's why you're gonna choose one, only one organism. Yes. Okay. So I'll ask you more questions as you go on working with it. We chose the fish. All right. Okay. Okay. How about you? Which one will you We choose? chose earthworms. An earthworm. Okay, that's a typical invertebrate. Okay, so we're going to talk in a moment about the main characteristics that show that they are vertebrates or vertebrates. Okay? So, yeah. Ол үшін балалар біз сіздермен қазір қосымша толтырамыз екі топ, иә? Омыртқалылар омыртқалы жануарларға, яғни омыртқалы жануарлардың мысалында ретінде біз қандай балықты алдық, иә? Омыртқасыздар тобы омыртқасыз жануар ретінде біз жауын құрамадық. Our topic is vertebrate animals, I think that everybody knows that all animals can be classified in two main groups. It's vertebrate animals and invertebrates. We will talk about vertebrate. Vertebrate animals, it's animals with an internal skeleton made of bone. Let's talk about physical characteristics. Vertebrate have a well-developed internal skeleton and developed brain, developed nervous system, and protective cellular skin. They also classified into 5 big groups: the fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. For example, the fish, a bird, and cat. It is mammal. Yes, all vertebrate animals. Also, they're big in size than invertebrates. Yes, and they are faster than invertebrate animals. Also, as we know, there are only 2% of animals. Vertebrate animals. Yes, vertebrate animals. So it's not so. Namely, earthworms. So earthworms have a tube shape, Yes. and actually they found in the soil. And their digestive system plays through all the length of the earthworm. And in addition, they are hermaphrodites. It means that they have both traits of sexual organs, male and female. And when they meet each other, they exchange their sperm and egg cells. Excellent. That's right. Okay. So have a look on the classification of the earthworm. So kingdom is Animalia, phylum is Annelida, class is Organodonta, and subclass is Hapalastida, and order is Megadrinosphere, and suborder is Lumbricina. And also they are very active in water. All right. Now, what makes earthworm a typical example of an invertebrate? They are typical examples of invertebrates. Why? Because they have no backbones, they Okay. are multicellular, and they are slow, they slowly moving,
That's right. And they Okay. have no cell walls. And when it comes to reacting to the changes in the environment, are they? They react very slowly. Yeah, because of what? What do you think Because was the of their reason? nervous system. Yes, it's not a Құрметті оқушылар, шаршаған боларсыздар. Олай болатын болса, біз сіздермен сергіту сәтін өткізейік. Сергіту сәті дегеніміз, біз сіздермен бүкіл жер шарына саяхат жасаймыз. Сіз Тынық мұхитымен жүзіп бара жатып, Кока-Кола сусын Нептун кубогынан ішер медіңіз? Сізге туристік бюрода саяхатқа Португал кемесімен шығуды ұсынды. Сіздің әрекетіңіз Шығыс Африкаға саяхат кезінде сізге гарпия шабуыл жасады. Сіз не істер едіңіз? Сіз Мадагаскар джунглейіне саяхатқа жиналғанда, сіздің тәжірибелі достарыңыз түскі аптапта саяхатшылар ағашын тауып ал деген кеңес береді. Сіздің әрекетіңіз. Назар аударайық балалар. Нептун кубогы дегеніміз теңіз губкаларының ең ірісі, оның биіктігі 1,5 метр және диаметрі 0,175 метрге дейін жетеді. Яғни сіз енді осы Нептун кубогымен сусын ішермедіңіз? Физалия немесе Португал кемесі ішек қуыстылар типінің шоғымен тіршілік ететін өкілі. Яғни біз жаңа туристік бюрода сіздерге осы кемемен саяхат жасау ұсынылған. Гарпия сұңқарлар отрядына жататын ірі күндізгі жыртқыш құс. Әдетте Африкада гарпия мекен етпейді. Саяхатшылар ағашын дегеніміз өздеріңіз көріп отырғандай имбиргүлділер қатарына жататын дара жарнақты өсімдіктің өкілі. Ұзын жабық қанаттарында өсімдік ұлпасынан көп мөлшерде бөлініп шығатын сұйықтық болады. Осы сұйықтықты ыстық аптапта шөлдеген адамдар сусын ретінде пайдаланады. Яғни сіздерге достарыңыз дұрыс кеңес берген екен. Енді құрметті оқушылар, мен сіздердің назарларыңызға тағы да бір артығын тап деген тапсырма ұсынғым келіп отыр. Яғни бұл тапсырманы орындау үшін бізге сіздермен мынандай препараттар керек. Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың ылғалды препараттары, саңырауқұлақтардың муляждары, өсімдіктердің препараттары, сонымен қатар өсімдіктердің кеппе шөптері. Құрметті оқушылар, берілген сызбаны пайдаланып, түрге дейін қадам жасау керек тапсырмамыз. Яғни біз не істейміз? Ең бірінші біз доменді белгілеп алуымыз керек. Яғни берілген ағзалардың барлығы эукариоттарға жатады. Сондықтан да біз доменді белгіледік. Келесі қадамымыз осы берілген ағзалардың ішінде біз тек қана жануарлар патшалығының өкілдерін қалдыруымыз керек та, өсімдіктер мен саңырауқұлақтар патшалығының өкілдерін алып тастауымыз керек. Сондықтан да біз балдырларды алып тастаймыз, сонымен қатар саңырауқұлақтарды алып тастаймыз. Жақсы балалар, біз сіздермен патшалықты анықтап алдық. Берілген жануарлардың барлығы, берілген ағзалардың барлығы жануарлар патшалығына жатады. Келесі қадамымыз біз енді омыртқалылар, яғни типті анықтауымыз керек. Хордалылар тип тармағы омыртқалылар. Енді берілген жануарлардың арасынан біз омыртқасыздарды алып тастаймыз. Теңіз жұлдызы, омыртқасыз, қоңыз. Мына нереида, яғни құрттардың өкілі, көп қылтанды құрттардың өкілі. Шаян. Дұрыс, балалар. Яғни келесі қадамда біз сіздермен тек қана омыртқалы жануарларды қалтырдық. Енді омыртқалы жануарлардың арасынан бізге келесі класс өкілдерін анықтауымыз керек. Бізге сүтқоректілер классы керек. Сондықтан біз амфибияларды, балықтарды, рептилиялардың өкілдерін, сонымен қатар құстарды алып тастаймыз бұл қатардан. Бізге тек қана сүтқоректілер керек. Яғни егеу құйрықты ғана қалтырамыз. Енді осының негізіне балалар, біз сіздермен отрядты, туысты және түрді анықтаймыз. Түсінікті болатын болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен жүйелеу, таксондық бірліктер ұғымдарын бинго ойыны арқылы бекіту жұмысын жасаймыз. Сіздердің алдарыңызда бингоның таблосы берілген. Сонымен қатар конверттерде осы сұрақтарға жауаптар берілген. Яғни мен сіздерге сұрақты айтып отырам, сұрақтарға жауапты конверттерден іздейсіздер.
табло 1, 2, 3, 4, 5, яғни барлығы 10 сұрақ. Сұрақтарымыз төмендегідей. Ең кіші таксондық бірлік. Жүйелеудің негізіндегі ғылым бөлімі. Линей номенклатурасы. Линей номенклатурасында бірінші орында. Ең ірі жүйелік топ. Жануарлар мен өсімдіктердің домені. Қосырлы номенклатурада екінші орында. Жүйелеудің негізін қалаған ғалым, өсімдіктерге тән патшалықтан кейінгі таксондық бірлік, жануарларға тән патшалықтан кейінгі таксондық бірлік. Жауап берсек, балалар, табломыздағы жауаптар төмендегідей. Тексереміз. Түр, таксономия, бинарлы, туыстық атау, патшалық, эукариот, түр атауы екінші орындағы, Карл Линней жүйелеудің негізін қалаған, өсімдіктерді патшалықтан кейін бөлім, жануарларда патшалықтан кейін тип деген ұғым беріледі. Енді құрметті оқушылар, суретке назар аударайық. Не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Бұл тіршілік ағашы. Чарльз Дарвин өз кезегінде тіршілік ағашы туралы мынадай ой қозғаған екен. Тіршіліктің ұлы ағашы жер қыртысын өзінің өлі, сынған бұтақтарымен толтырып, жер бетін мәңгі бұтақтана әсем өркенімен жабады. Осы сөздердің мағынасын қалай ұғамыз? Яғни, филогенетика дегеніміз не екен? Филогения немесе филогенетика тірі ағзалардың әртүрлі топтарының арасындағы туыстық қарым-қатынасты оқытатын биологияның бөлімі. Филогенияны эволюциялық ағаш түрінде жүйелік атаумен көрсетеді. Олай болатын болса, біз сіздермен қазір тірі ағзалардың, яғни тіршілік ағашы қандай принциппен құрылған, оларда қандай негізгі ұғымдар болады, қандай негізгі принциптер бар, осы принциптерді қарастырып, тірі ағзалардың тіршілік ағашын құрамыз. Яғни ол үшін бізге мына берілген слайдқа назар аударайық. Яғни бізге ең бірінші топтың ішінде, яғни сонымен қатар ағзалар, топтың іші, сонымен қатар олардың сипаттамалары берілген. Кестеге назар аударайықшы. Дұрыс. Енді біз А ағзасы Д ағзасының өкілі болып табылады екен. Д ағзалар ағзаларының тармағы. Себебі Д ағзалары ағзаларына қарағанда, яғни енді осы лексиконды пайдалана отырып, біз сіздермен омыртқалы жануарларға тән филогенетикалық ағаш құрамыз. Ең бірінші өзіміз көріп отырғандай, Д ағзалар А ағзаларының тармағы. Себебі, яғни біз сіздермен былай деп алуымызға болады. Д ағзаны сүт қоректі жануар деп алсақ, Д ағзалар ағзаларына қарағанда физиологиялық және анатомиялық жағынан күрделі. Енді сүт қоректілерге қандай ароморфоздар тән еді? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Оларға тән жүйке жүйесіндегі ми қыртыстары, жоғары жүйке жүйесінде орталықтардың пайда болуы, ұрықтың анасының денесінде дамуы, тірі тууы, баласын сүтпен қоректенуі, төрт қуысты жүрек, қан айналу шеңберлерінің толық бөлінуі, дене температурасының тұрақтылығы, альвеолярлы өкпенің пайда болуы, тістерінің дифференциациясы, тері жабынының болуы, сонымен қатар сезім мүшелерінің күрделенуі. Енді Z кезінде Y-ті қайталайды дейді. Енді кезінде деген жерде көп нүктенің орнына, құрметті оқушылар, біз сіздермен Z кез дегеніміз олардың омыртқалы жануарлар өз филогенезінде дейді, яғни тарихи даму кезінде өзінің жеке даму кезінде өз онтогенезінде, Z дегеніміз онтогенез болды, өзінің филогенезін қайталайды. Назар аударсақ, ұрықтық даму. Бұл дегеніміз Карл Бердің алғаш ашқан жаңалығы екен. Яғни балықтар, саламандра, тасбақалар, егеу құйрықтар, сонымен қатар адам өзінің даму кезінде, ұрықтық даму кезінде тарихи дамуын қайталайды. Яғни Z кезінде Y-ті қайталайды деген ұғым осымен есептеледі. Енді, құрметті оқушылар, A, B, C, D тірі ағзалардың шығу тегінің ортақ екендігін көрсетеді дейді. Ол ортақ дегеніміз немене? Не қарап отырсақ, A, B, C, D. Ге біз бақаны алатын болсақ, назарларыңызға, яғни
бақаның ылғалды препаратын көрсетіп отырмын. Би рептилия немесе жорғалаушылар болатын болса, өз кезегінде осы рептилиялардың бір тармағынан құстар мен сүтқоректілер тараған екен. Олай болатын болса, құрметті оқушылар, X салыстыру нәтижесінде Y-тен шықты дегенге біз осы ғалымдардың біздің алдымызға беріп отырған ақпараттарын сіздерге көрсете аламыз. Сүтқоректілердің шығу тегін зерттей келе, олардың бұдан 200-230 миллион жыл триас кезеңінде тіршілік еткен аңсымақ жорғалаушылардан таралды деген дәлелін айта аламыз. Олай болатын болса, сіздерде міне алдарыңызда омыртқалы жануарлардың филогенетикалық ағашы. Осы ағашқа қарай отырып, және біз сіздермен қарастырған сүтқоректілердің арғы аты тегінің кім екенін, яғни эволюция барысында онда қандай өзгерістер болды, қандай ароморфоздар болды, осыны көре аламыз. Енді құрметті оқушылар, сіздердің алдарыңызға эволюциялық ағаш берілген. Осы ағашқа өзіңіз бірінші тапсырмада таңдап алған патшалық өкілін осы тіршілік ағашта алатын орнын анықтаңыз. Дұрыс, балалар. Яғни олай болатын болса, біз бүгін сіздермен сабағымызды 5-5-1 технологиясы бойынша қорытындылайық. Яғни осы сабақ туралы 5 сөйлем жазамыз. Жақсы. Жазған 5 сөйлемімізді 5 сөзге дейін қысқартамыз. Жақсы. Енді 5 сөзімізді бір ғана ұғымға сыйдырамыз. Өте жақсы, құрметті оқушылар. Олай болатын болса, өзімізді бағалайық. Яғни біз сабақтың басында қандай едік? Сабақтың аяғында осы бағалау ағашындағы орнымызды анықтайық. Өте дұрыс. Олай болатын болса, құрметті оқушылар, үйге тапсырма. Жеке бір жануардың филогенетикалық қатарын құрастыру және осы филогенетикалық қатарға талдау жүргізу, яғни олардың ішіндегі қандай да бір ағзаның эволюциялық даму барысында қандай өзгерістер болды, осыны талдаймыз. Онлайн туралы барлық материалдарды алдарыңыздағы сайттан табуға болады. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.